сәлеметсіздер балалар? Сәлеметсіздер. Көңіл күйлерің қалай? Жақсы. Как вы себя чувствуете? Отлично. How are you? We are okay. Рахмет, отыра қойыңдар балалар. Ал бүгінгі біздің сабағымызды бастамас бұрын топқа бөлініп алайық. Келіңдер балалар. Мына таудың суреттерін ала қойыңдар. Келіңдер, топқа бөлініп аламыз. Таудың суреттерін алып, екі топқа бөлінеміз. Суреттің мағынасына қарай екі топқа бөлінеміз. Отыра қойыңдар. Отырсыздар балалар? Ал балалар, сабағымызды бастамақпын. Ал қане, біз алдыңғы тақырыпта не өттік? Не туралы өттік? Балалар, алдыңғы сабақта біз таулар туралы өттік. Ал балалар, тапсырмамызды орындау үшін баршамызды тақтаға шақырамыз. Келе қойыңдар. Мына топ, бірінші топ. Мына постерге, екінші топ, мына жерге келіңдер. Келе қойыңдар. Бірлесе жұмыс істеңдер. Болдыңдар ма? Иә. Қане, кім қорғайды? Отыра қойсын. Қорғандарыңыз отыра қойыңдар. Рахмет. Кім қорғайды? Қазақтан кім қорғайды? Мына топтан кім қорғайды? Қайда ол? Сізге сендерге тапсырма? Бізге берген тапсырма қандай тауларды көрсеңдер. Біз Эверест шыңын білеміз. Гималай тауы, Қырғыз Алатауы және Эльбрус тауы. Эльбрус тауы. Жарайды. Рахмет. Рахмет. Отыра қойсын. Екінші топ. Бізге берілген тапсырма таулар қандай? Таулар үлкен, көрікті, әдемі, биік. Рахмет. Ал енді балалар, қосымша мәліметтерің бар ма? Не мына топқа, немесе мына топқа? Таулар туралы қандай таулар қандай болады тағы да? Қосымша мәлімет қосыңдар ма? Айта ғой. Таулар және таза болады, ол ағаштардың жанында орналасқан. Отыра ғой. Тағы да қандай болады таулар? Немесе қандай тауларды білесіңдер? Ең биік тау қандай биік тау? Гималай тауы ең биік тау екен, иә? Жарайды балалар. Ал енді балалар, бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын бейнебаянға назар аударайық. Балалар, назар аударыңдар. Көкшетау тұнып тұрған сыр, сөйлеп тұрған сурет, бірінен бір асқан көгілдір таулар өз аясына мөлдіреген 80 көзді ұялатып, текше тастарды қиялатып, ұлы табиғат өз өнерінің айдай әлемге сиқырлы бояумен паш еткендей. Балалар, бұл таулар қай жерде орналасқан? Бұл таулар Қазақстанда орналасқан. Қазақстанда орналасқан. Олай болса, бүгінгі біздің тақырыбымыз қандай тақырып болады екен? Қазақстан таулары. Керемет, жарайсың. Отыра ғой. Олай болса, балалар, бүгінгі сөздікпен жұмыс жасап жіберейік. Бүгін бізде сабақта пайдаланатын сөздеріміз. Бір оқып шығыңдар.
Grupпен, кәне, оқушылар группен оқиды бізде. Исмирамен антоптан оқу Хадижа. Отыра қойды. Биіктік. Высота. Шын. Дауыстар шығарады. Биік. Жота. Үңгір. Пещера. Ені. Ширина. Ұзындығы. Высота. Оқи ғой тағы да. Девран менен Дениз. Биіктік. Высота. Шын. Биік. Жота. Репет. Үңгір. Пещера. Ені. Ширина. Ұзындығы. Высота. Үшкіл. Осы екі тапсырманы біреу топ болып орындайсыздар. Өздерің орындай алады тапсырманы алыңдар. Жарай ма? Өздерің орындай алады тапсырманы топ болып жасаймыз. Hazır olanlar ballar. Келесі дискіпті hazır olanlarsa. Напор. Келіп тақта болмасындай болады. Sınavlarım hazır. Sınavlarım hazır. Bismillah. Gelin. Halamızda televizyon odamız var. Defterimizde. Жарайсың. Кет. Келесі. Келе ғой. Екінші топ аяқтап қалыңдар ма? Келесі шығар. Жарайсыңдар. Жоқ па? Онда бірінші топ аяқтады тапсырманы, екінші топ
Келе қойды, мына қандай сан есім деп екінші топ аяқтаймыз. Екінші топ аяқтаймыз. Бірінші топ тыңдаймыз. Қане, қазір балалар дискреттерге назар аударыңдар. Біз жағында немесе екінші топты бағалаймыз. Дайынбыз. Тыңдаймыз. Оқы. 4, 4-те, 4-ші. Қайсысы қандай сан есім? 4. Қандай сан есім? Қандай сан есім? Көбейтпе. Есептік. Келесі. 5, 5-ші, 5-еу. Төртеу деген қандай сан есім? Қандай сан есім? Жинақ сан есім. Келесі. 4-ші, реттік. Реттік сан есім. Отыра ғой. Қайта ғой. 5, 5-ші, 5-еу. 5 есептік. 5-ші реттік сан есім. Дұрыс. 5-еу жинақ сан есім. Дұрыс. Келемін. Руслана, келе ғой. 3 есептік. 3-еу жинақтық. 3-ші реттік сан есім. Келемін. Келе ғой. Келе ғой. Тамам. Біреу бірінші. Бір есептік сан есім. Біреу жинақтық сан есім. Бірінші реттік сан есім. Келемін. Отыра ғой. Отыра ғой. Ал енді екінші топты тыңдайық. Қане? Екінші топты тыңдаймыз. Қайта ғой. Не істеу керек? Мәтіннен негізгі ақпаратты анықтаңдар. Мәтіннен жанама ақпаратты анықтаңдар. Мәтіннен негізгі жанама ақпаратты анықтаймыз. Тыңдаймыз балалар. Бірінші топ тыңдаймыз. Негізгі түрген шартқа сарыарқа, Мұғалжар, Тянь-Шань, Жоңғар, Алатау, Қазақстанда белгілі таулар. Дұрыс. Екінші сарыарқаның биіктігі 500-600 метр. Мұғалжардың ең биік нүктесі үлкен Бақтыбай тауы. Қаратаудың ұзындығы 17 метр. 17 метр. Ал енді балалар, енді қане бағалап өтейік бірінші топты және екінші топты. Қане, кім бағалайды? Дискреттерге қарап отыр, бағалап жіберейік. Қане, дискреттерге қарап бағалап жіберейік. Айта ғой. Кім сөйлейді бірінші топтан? Айта ғой. Мәтіннен негізгі Қайда? Бірінші топ. Мәтіннен негізгі ақпаратты анықтады. Және жанама ақпаратты анықтады. тапсырманы қалай орындады? Қайта ғой. Тапсырманы жақсы орындады. Ал енді мына топта бағалап жіберейік. Қанеки? Қайта ғой. Екінші топ. Мәтіннен сан есімдерді таба алды. Және сан есімдердің реттік жинақтық сан есімдерге айналдырды. Олай біз тапсырманы қалай орындады? Олар толық орындады. Толық тапсырманы толық дұрыс орындады. Дұрыс айтасыңдар балалар. Олай болса балалар келесі тапсырмамызға көшейік. Санды өшіріп. Балалар, тапсырма орындады тұрсыңдар, балалар шашадыңдар ма? Ал олай болса кішкене серік сәтін орындар. Жаныма келдір, менің жаныма келе қойдар. Енді біз қазір өзіме, көршіме деген ойынымыз. Иә? Сіздерге тапсырма міне. Сан есімдер тұтаңдар. Барлықтарын сан есімдер тұтаңдар. Біртіндеп тұтаңдар. Ала ғой. Барлығына жетті ма? Ал енді барлығымыз қане шеңбер отырайық. Қане енді балалар? Өзіме, қане? Көршіме? Көршіме? Ал енді сан есімдерді қане? Ал енді қане бір қатарға тұра қойыңдар, бір қатарға тұра қойыңдар енді. Ол кімнің қолында қандай сан есім қалды? Бір қатарға тұрыңыз, бір қатарға. Ал кет біртіндеп оқимыз, бастаймыз. Басын баста. Жинақтық сан есім. Қандай сан есім? Біреу, екеу, үшеу. Келеме, келесі. 5-еу, 6-ау, 7-еу жинақтық сан есім. Керемет. Дұрыс балалар, тыңдап тұрыңдар. 29-шы, 25-шы реттік сан есім. Керемет. 7-еу, 1-еу, 6-ау бұл сандар жинақтық сан есім. Дұрыс. 6-ау, 3-еу, 7-еу жинақтық сан есім. Дұрыс па? Иә. Дұрыс. Келесі. 20 метр
50-шы, 63-шы реттік санайсың. Келесі. 11-шы, 17-шы, 18-шы реттік санайсың. Келесі. 7-е, 5-е, 4-е жинақтық санайсың. 1-шы, 2-шы, 7-шы реттік санайсың. 1-шы, 3-шы реттік санайсың. 30, 15, 18 есептік санайсың. 8, 5, 10 есептік санайсың. Алтыншы, 6-шы, 10-шы, 4-шы деген. Жарайсыңдар. Отыра қойыңдар. Ал енді балалар сабағымызды жалғастырамыз. Не істеу керек балалар? Сабағымызды жалғастырамыз. Ыстықдық. Енді балалар не істеу керек екенін оқимыз. Қане тапсырманы оқиғош дұры. Ыстықдық. Сандары Қандай сындар қатыстырамыз? Қандай сындарда? 41, 50, 6, 4, 7, 3. Сол сандарды қатыстырып не істеу керек екен? Мақалдар немесе жаңылтпаш. Сандар қатысқан мақалдар немесе жаңылтпаш айтыңыздар. Айтуымыз керек, иә? Ал қане балалар дискеттеріміз не екенін таныс болдыңдар ғой, иә? Дискеттермен танысыңдар. Отыра ғой. Ал енді бізде ыстық доп ойынын ойнаймыз. Ал бастайық. Не айтасың? 7 санына байланысты не айтасың? 7 рет өлшеп 1 рет кес. Керемет, келесі жібер. Қонық секіреді, біреу қойып секіреді. Керемет. Айла Тоқады санды. Ана кидаем, тихо. Ал. 7 рет өлшеп 1 рет кес. Керемет, жарайсың. Үш кіші піштір. Жалғастыра ғой. 5 кіші. 5 кіші піштір. Неше кіші піштір. Ол немесе балалар мақалма жаңылтпаш. Керемет, кеттік ағырын. Айла алтау, ақыл жетеу. Керемет, кеттік келесі. Бере ғой. Төртте жүгек болса, төбедегі келеді. Керемет, жарайсың. Отыра ғой. Бер. Төртте жүгек болса, төбедегі келеді. Келесі. Қай саны? Жігітке жеті өнер де алсын. Бере ғой. Арқада алты ақша бар, тұрқада қырқақада қарт ақша бар. Ал бұл не балалар? Бұл жарамaz. Керемет, келесі. Біреу қонып секіреді, біреу қойып секіреді. Керемет, жарайсың. Кеттік ағырай. Кім қалды бізде? Жібере ғой. Үш кіші жегіштер, бес кіші шекіштер, неше кіші шекіштер. Отыра ғой. Кеттік келесі. Кім қалды бізде? Назарда? Қане, айта ғой. Жігітке жеті өнер де алсын. Жарайсың. Айта ғой. Біреу тоңып секіреді, біреу тойып секіреді. Секіреді. Жарайсыңдар балалар. Ал енді бізде ең дұрыс айтқан адамды анықтайық. Қанекей. Кім? Сөз дискеттерге қараймыз. Мысалы, Хадишаны, қане, бағалап жіберейік. Қане, кім бағалайды? Смира бағалайды. Немесе Рысаны бағалайды. Хадишаны қалай айтты? Ол сөздерді дұрыс айтты. Және? Не істеу керек еді? Және? Белгілі сандарды Пайдалана алды. Дұрыс айтасыңдар балалар, жарайсыңдар. Олай болса бізде балалар. Енді бізде айта ғой. Я жоқ, бүгін біз сабағымызда Қазақстан тауларды үйренді. Таулар туралы айттық. Иә деп. Біз бүгін Қазақстан туралы Таулар туралы айттық. Келесі. Балалар, бүгінгі біздің сабағымызда не туралы айттық? Қане? Айта ғой. Қазақстанда тауларды Туралы айттық. Ал енді я жоқ пен қане қорытындылап жіберейік. Хадижа, басай ғой. Кімге айтасың? Мен Кенанға айтамын. Кенанға. Сарыарқаның ұзындығы 500-600 метр. Кенан, кімге айтасың? Мен Виталийге айтамын. Сарыарқаның ұзындығы 657 метр. Дұрыс па? Жоқ. Қанша метр? 500-600 метр. 500-600 метр. Енді сұрақты кімге қоясың, Виталий? Сұрақты кімге қоясың?
Кімге қоясың? Қоя қой. Парманға. Парман. Аха. Енді сарыарқа биіктігі неше метр? Сарыарқаның биіктігі неше метр? Парман. Сарыарқаның биіктігі 500-600 метр. Кеттік. Енді кімге қоясың парман сен? Отыра қой, Виталий. Аха. Девранға қоямын. Девранға. Ақтаудың ұзындығы қанша шақырым? Ақтаудың ұзындығы 70 шақырым. 70 шақырым. Иә ма жоқ па? Иә. Иә, отыра қойыңыз. Барайық. Балалар, жеткілікті. Олай болса, бүгінгі біздің сабағымызда балалар, егер барлығы түсінікті болса, мына таудың ең биік шыңына жабыстырасыңдар. Ал егер де сабақтарында 1-2 сұрақтарың болатын болса, онда ортаңыз беркейне, ал егер мүлдем сабақта тағы да түсінбесеңдер, олай болса соңынан жабыстырасыңдар. Мына жерде. Түсінікті ма? Келе қойыңдар. Олай болса, бүгінгі сабағымыз бүгінгі сабаққа керемет дайындықпен келген, керемет жауап берген оқушыларымыз болды. Олар бізде Руслана, Хадижа, Исмира, Анеля, Кенан жасы қатысты. Ал әлі де дайындықты қажет ететін оқушыларымыз, олар Денис саған әлі сәттілік алда жақсы дайындалуына тілектеспін. Олай болса, балалар үйге тапсырма. Өздері тұратын мекендегі қандай тау бар, сол туралы сипаттама мәтінін жазып келесіңдер. Түсінікті ме? Иә. Үйге тапсырма сол. Сонымен бүгінгі Қазақстан таулары тақырыбындағы сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.